Мектебің мынау классың, осында 10 жыл тұрасың. Тардай болып кіресің, таудай болып шығасың деп жырлаған қазақ поэзиясының хан тәңірі, ақиық ақын Мұғалімі Мақатаевтың осынау бір өлең жолдарын білмейтін бала бұл күні кемде кем. Алдына келген оқушысынан білгенін үйретуден жалықпайтын, көкірегі білімге, көңілі мейірімге толы ұстаздарымыз әлі де бар. Солардың бірі қаламыздағы Ә.Бөкейхан атындағы нөмірі 15-ші мектеп-гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Майгүл Солдатханқызы. Еңбек жолын бастаған сәттен бері аталған білім ордасымен өмірін тығыз байланыстырған мұғалім өз шәкірттерінің озық ойлы, саналы ұрпақ болып қалыптасуы үшін бойындағы бар білімімен бөлісуден тартынған емес. Оқушыларымен қарым-қатынас барысындағы ұстазға тән ерекшелік, өзіндік сыпайылық, жеке бас қасиеттерінің артықшылығы арқылы шәкірттерінің әр сабақты қызыға тыңдауына себепкер болады. Кәсіби мерекелер қарсаңында жұмысының барысымен танысып, ардақты ұстазды біз де әңгімеге тартып көрген едік. Бала кезінде мен мұғалім болуды өте жақсы көрдім. Мектепте көптеген тәлімгер, өнегелі ұстаздардан білім алдым. Ал енді ұстаздық жолына мені бастаған менің өз әкем Солдатхан Орайханұлы. Ол кісі дарынды, ақын, жазушы адам. Өзінің бірнеше авторлық кітаптары бар. Әкем маған осы білім саласына келген кезде ұстаздық жолды бірінші таңдап берді. Сол себептен мен әкемнің осы көптеген еңбектеріне, және әкемнің айтқан өнегелі сөздерін алып, осы ұстаздық жолына жол бастадым. Ең бірінші педагог адам психолог болу керек, және педагог адам сабырлы, балаларға мейірімділікпен қарау керек деп ойлаймын. Майгүл Солдатханқызы осы қазақ мектеп-гимназиясы ашылғаннан кейін 10 жылдан кейін келіп жұмысқа қосылған мұғалім. Біліктілігі жоғары деңгейдегі, жоғары санатты. Өзі декреттік демалыстан биыл келіп, мен Ә.Бөкейхан атындағы гимназия болып оқу жылын бастағанымызда ол кісі бірінші сыныпта алып бастады. Жалпы өзі сын тұрғысынан ойлау технологиясымен жұмыс жасайтын мұғалім. Мына қазіргі заман талабына сәйкес IT бағдарламаларында меңгерген, осы жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша енді оқып жатыр. Дегенмен ол кісі заман талабынан қалыспайтын жақсы қатардағы мұғалімдердің бірі. Енді оқушылардың сабаққа деген ынтасын арттыру ең маңызды мәселе. Сондықтан біз оқушының сабаққа қызығушылығын арттыру үшін мен сабақта мысалы көптеген әдіс тәсілдерді қолданамын. Мысалы бастауыш сыныптың оқушыларына ойын түріндегі сабақтар өте қызықты болады. Сабақтың басынан бастап, және әртүрлі кезеңдерде әртүрлі қызықты іс-шаралар, ойындар, түрлі көрнекіліктер қолдану арқылы баланың қызығушылығын, сабаққа деген ынтасын арттырып алу керек деп ойлаймын. Тағы да басқа көптеген сабақтың формаларын мұғалім үшін қолдану тиімді. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп, Хакім Абай құдіретті өлең жолдарында киелі мамандық иесінің қадірін арттырса, айтулы алаш ақыны Мағжан Жұмабаев. Алты алаштың егі жақсысы бас қосса, төрдегі орын ұстаздікі деп бір-ақ түйген. Өзгенің баласының көңіліне қарап бар білген үйрету де оңай шаруа емес. Ол жайлы жас маман былай дейді. Әрине кез келген жұмыстан қиыншылығы бар. Дегенмен әр мұғалім қандай қызметтің мұғалімі болсын, адамы болсын, және өзінің сабағына сүйіп қарап, сабағын жақсы көріп, өзінің сабағын шебер орындап шығатын болса, кез келген қиын жұмысты жеңіп шығуға болады. Ал ұстазды жақсының ұстамы жақсы демекші аталмыш білім ордасын басқарып, талай мақтана түлетіп ұшырған келе қара шаңырақтың қала бойынша білім көрсеткіш жағынан бәсі мықты мектепке айналуына себепкер болып отырған білікті басшы Бағдат Қуанышлы. Мұғалім Майгүл Солдатханқызы жайлы. Қазіргі таңның өзінде де біраз өзінің шығармашылықтары, өзінің жұмыстары бар. Соларды қазіргі балаға дәріс беруде, білім беруде соны қолданыста жүргізіп жатыр. Тәжірибесімен бөлісіп, мектебімізде өзінің енгізген жаңалықтарын басқа да мұғалімдер қолданып жатыр. Жалпы бос уақыттарында ең бірінші тәрбие ғой, сондықтан ата-аналарына көмектесуге кеңес беремін. Сонымен қатар көптеген кітап оқыңдар деген кеңес беремін. Өйткені қазіргі заманда қазіргі балалар заманауи балалар болу керек. Оқушы, мұғалім, ата-ана арасы өте қарым-қатынас өте тығыз болу керек. Тек қана баламен емес, ата-анамен де бірігіп жұмыс жасаған дұрыс деп ойлаймын. Ата-ананың
тәрбиесі және мұғалімнің беріп жатқан білім екеуі бір-біріне әрқашанда ұштасып тұру керек. Сол себептен мен ата-аналармен көптеген жұмыстар ұйымдастырамын. Көп білім алса екен деймін, және алған білімдерін дұрыс өмірде қолдана біліп, болашақта Қазақстанға үлкен білім саласында үлкен еңбек қосатын сондай білімді азамат болып шығуды мен армандаймын. Алда келе жатқан мұғалімдер күніне барлықтарыңызды құттықтай отырып, Майгүлге де ары қарай жұмысына жеміс, табыс тілейміз. Теміртау қаласының ұстаздар қауымы мына келе жатқан мұғалімдердің кәсіби мерекесімен сіздерді ұжымның атынан, өзімнің атынан шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, творчестволық табыс тілеймін. Еңбектеріңіз жана берсін. Әрқашанда биіктен көріне беріңіздер. Теміртау қаласының мектептері әрқашанда жоғарыдан мәртебесі биік болып көріне берсін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Ыбырай атамыздың өзі мен үшін жақсы мұғалім бәрінен артық. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі деген болатын. Ұлы даланың ұлы мен қызына сапалап білім беріп жүрген ұлағатты ұстаздарымыздың күні құтты болсын.